Сәлем достар, байланыста жұмбақ әлем. Бонни мен Клайд. Бұл қарақшы жұптың тарихына негізделген бірнеше фильмдер мен сериалдар түсірілген болатын. Бүгінгі шығарылымда айтатын екі кейіпкеріміз де құрама штаттардың Техас штатынан шыққан. Бонни Элизабет Паркер 1910 жылы Равена қаласында дүниеге келген. Әкесі қайтыс болғаннан кейін анасымен және әпкелерімен бірге Далласқа көшеді. Бонни 16 жасында Рой Торнтонға тұрмысқа шығып, кафеде даяшы болып жұмыс жасады. 1929 жылдың басында олар ажырасып кетеді, ал Торнтон сол жылы тонау үшін түрмеге жабылды. Клайд Бэрроу 1909 жылы Телика қаласында көпбалалы кедей фермердің отбасында дүниеге келген. Мектеп оқып жүргенде ол паразитарлық ауру маляриямен ауырады. 15 жасынан бастап ол үлкен ағасы Марвинмен бірге ұсақ ұрлықпен айналыса бастады. Кейінірек ол әскери теңіз күштеріне қызмет етуге барғысы келді, бірақ балалық шақтағы ауруына байланысты комиссияланған болатын. Бонни мен Клайд алғаш рет 1930 жылдың басында Бонни жұмыс істеген кафеде кездескен болатын. Олар тез арада ортақ тіл тауып, жақсы араласып кетеді, ал Клайд болса, ол кезде танымал қарақшы болып үлгерген болатын. Оның бойы небәрі 162 сантиметр, ал Бонни 150 сантиметрден төмен болды. Кездесуден 3 ай өткен соң Клайд 2 жылға түрмеге жабылады. Түрмеден шыққан соң Бонни бірге жұмыс істеуді ұсынды. Қазір Бонни мен Клайдты кедейлерге көмектесіп тек байларды ғана тонайтын Робин Гуд етіп көрсетеді. Бірақ шын мәнінде олар қатарынан бәрін тонаған болатын. Алғашқы рейд Техастағы қару-жарақ қоймасына жасалды. Содан кейін жанармай құю бекетіндегі дүкендерге, жол бойындағы мотельдер мен банктерге шабуыл жасалды. Тонаудан түскен табыс аздау болғанымен, оларға процестің өзі көбірек ұнаған. Олар жалпы есеппен 70-тен 100-ге дейін тонауларды жүзеге асырған. Түрмеге түспеу үшін Бонни мен Клайд тіпті полиция қызметкерлерін құжаттар тексергісі келген үшін өлтіре бастады. Бұл жағдайдан кейін олар барлық штаттар бойынша іздеу салынды. Екі қылмыскер 20-ға жуық қарапайым адамдар мен 9 полиция қызметкерін өлтірді. Бонни да Клайд та кезекпен ұсақ тонаулар үшін түрмеге жабылып отырды. Егер полиция олардың жаппай адам өлтіргендері туралы білсе, олар бірден өлім жазасына кесілетін еді. Көбіне олар дәлелдердің жоқтығынан босатылып отырған. 1933 жылы Бонни мен Клайд автомобиль апатына ұшырады. Бонни аккумулятордың қышқылымен аяғын қатты күйдіріп, өмірінің соңғы жылдарында әрең қозғалып жүрді. Қарақшы жұптың қылмыстық жолдарының ұзақтығы тек 2 жылға созылды. Екі қылмыскер де ата-аналарының үйінен ерте кетіп қалғанымен, жақындарын көруге барып тұрған болатын. Осылайша полиция олардың маршруттарын біліп алады. 1934 жылдың қаңтар айында Исхэм түрмесіне шабуыл жасалып, бірнеше тұтқын қашып кеткен болатын. Полиция барлық күштерін қашқын қылмыскерлерді ұстауға жұмсады. Бонни мен Клайд соңғы сәттеріне дейін жасырынып жүрді, бірақ олардың қылмыстағы достары Генри Метвин полицияға ұсталмады. Метвин еркіндікке шығу үшін достарының координаттарын айтып береді. 1934 жылдың 23 мамырында полицейлер Бонни мен Клайдтың үйін жанынан күтіп алып, машинада отырған бетінде атып өлтіреді. Атылған 167 оқтың 110 оғы дәл тиген екен. Олар ұрлап кеткен Ford V8 көлігі әлі де Невададағы Виски Петтис казиносында сақталған. Негізінде Бонни мен Клайд бірге жерленгісі келген екен. Бірақ Боннидің отбасы қарсы болғандықтан, олар Далластың әртүрлі зираттарына жерленді. Ал менің бүгінгі айтарым осы. Қазақша контентті дамытуға үлес қосып жатқандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.